Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 түрлі пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тегін мастер-класс. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар. Қамырын жасау үшін алдымен жылы сүт пен жылы су қажет. Егер салқын су, салқын сүт пайдаланатын болсақ, біздің қамырымыз көтерілмей, ойдағыдай болып шықпай қалады. Келесі ингредиент ол сұйық май, бөлме температурасында болу қажет. Келесі біздің аштығымыз біздің балғын болу қажет. Яғни пакетиктен жаңадан ашылған болу керек. Және де тұз бен шекер. Тұз бен шекер екеуін бірге қосып, барлығын араластырамыз. Барлығы жақсылап араласуы қажет. Ұнды қосатын кезде осылай 2-ге немесе 3-ке бөліп қосқандарыңыз абзал. Өйткені оның барлығын бірден қосып жүретін болсақ, біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Ал бізге өте жұмсақ қамыр қажет болады. Менің қазір жасап жатқан қамырым бұл 5 пиццаның қамыры. Қаласаңыздар 2 немесе 3 жасап, тоңазытқышта сақтап қоюға болады. Қамырымызды әрмен қарай қолмен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бізде осындай қамыр пайда болуы керек. Енді бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамырымыз дайын болғанша біз пиццаның соусын дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай бір банка сетсебелі қажет болады. Кез келген дүкен сөрелерінен тауып алуға болады. Және де қол жетімді құрам болып саналады. Барлығын осылай құйып алып, шекер қосамыз. Өйткені біздің сетсебеліміз өте ащы және қышқыл болып келеді. Бізге кішкене ғана соустың дәмі, яғни помидорымыздың, қызанағымыздың дәмі барып тұрса жеткілікті. Барлығын осылай араластырып, орташа оттың астына қалдырамыз. Біздің сетсебеліміздің артық сулары тартылып, осылай қою масса пайда болуы қажет. Пицца жасау үшін бізге жаңағы көтерілген дайын болған қамырымыз қажет болады. Осындай арнайы пицца пісіруге арналған форма өте жұқа, яғни 5 минуттың ішінде пісіреді. Және де бізге тараз қажет болады. Біз қамырымызды 200 граммнан бөліп противинге, яғни пиццамыздың формасына жаятын боламыз. Дайын болған, бөліп алған қамырымызды алдымен ұнға бір аунатып аламыз. Және де қолымыздың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен домалақ қамыр жаямыз. Пиццамыздың формасына да кішкене ұн сеуіп жібереміз. Сол кезде біздің пиццамыз жабыспай, оңай формадан алынатын болады. Дайын болған қамырымызды формаға жайып шығамыз. Ортасынан шетіне қарай жаямыз. Өйткені ортасы жұқа болу керек, шеттері қалыңдау болғаны дұрыс. Біздің қазіргі жасайын деп жатқан пиццамыз бұл пепперони. Бізге соус қажет болады, және де осында шұжық, яғни колбаса, және де моцарелла ірімшігі. Міндетті түрде моцарелла ірімшігін пайдаланыңыздар, өйткені пицца тек қана моцарелла ірімшігімен ғана жақсы шығады. Соустан 2-3 қасық жағып шығамыз. Пиццамызға шеттеріне алып бармаймыз, тек ортасына ғана жағамыз.
Соусы жақып болған соң міндетті түрде соустың үстінен ірімшік себеміз. Көпшілігінің қателігі ірімшікті ең үстіне қояды. Олай емес, негізі ірімшікті ең астына сепкен дұрыс. Өйткені ірімшік еріген кезде біздің пиццамыздың бетіндегі заттар қолданылған құрамдарын сыр ерітіп жауып жіберуі мүмкін. Сонымен пиццаның түрі де онша емес болып қалады. Сол себептен пиццаның ірімшігін ең астына салып жерген дұрыс. Ірімшіктің үстіне кез келген шұжықтарды қоса берсеңіздер болады. 5-6 минут шамасында 230 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз табадан оңай алынды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балалардың ең сүйіп жейтін пиццасы. Біздің пиццаларымыздың қамыры өте жұқа, әдем болып шығады және астында күймей бір келкі бір тегіс болып шығады. Келесі пиццамыз жасаймыз. Дәл жаңағындай қолмен жайып, немесе оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Әрмен қарай противенімізге ұн сеуіп, қалған ұнын қағып алып тастап, қамырымызды орналастырамыз. Противенге салған кезде ортасынан шетіне қарай алып барамыз. Шетін қатты баспаймыз. Ортасы ғана жұқа болу керек. Шеттері қалың болса ештеңе қылмайды. Формамызға пиццамыздың қамырын орнатып алдық. Енді 2-3 қасық соусты қосып жағамыз. Алдыңғыда айтып өткендегідей соусты тек ортасына жағамыз. Шеттеріне қатты алып бармаймыз. Ірімшік қосамыз. Моцарелла ірімшігі 41%-дан жоғары болғаны дұрыс. Сол кезде біздің пиццамыз нағыз ресторандағы, мейрамханадағыдай болып, әдемі болып шығады. Бұл маргарита пиццасы. Маргарита пиццасының жасалу жолы өте оңай. Бізге бар болғаны қызанақ пен ірімшік қана қажет. 230 градуста қызып тұрған пеште 5-6 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің 3-ші пиццамыз. Қамырын дәл жаңағындай пиццадағылай етіп жайып орналастырып аламыз. Және де соусын жағамыз. Соусының үстінен ірімшіктерін қосып шығамыз. Үшінші пиццамыз бұл біздің курица с грибами, яғни тауық еті мен қозқұйрықтан қосылып жасалатын пицца. Тауық етін мен төс етін пайдаландым. Алдын ала суда 40 минут шамасында пісіріп алдым. Кез келген қозқұйрық түрін пайдалансаңыздар бола береді. Мен консервдегі қозқұйрықты пайдаландым. Қызып тұрған пеште 5-6 минут пісіріп аламыз. Біздің пиццаларымыз дайын, өте тез, оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі дәл мейрамханадағыдай болып шығады. Тегін мастер-класста ұсынылған біздің 3 түрлі пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі дәл мейрамханадағыдай болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым.